Мейірім. Авторы Мейіргүл Оңғарова. 2 бөлім. Бір күні жансезімнің мұғалімі ата-аналарды шақырып жиналыс жасады. Көркем жиналыстан түнеріп қайтты. Сен қыз сабағыңды неге оқымайсың деп үйге кіре сала жансезімге тап берді. Қызын шашынан ұстап, жерге құлатып, аяғымен аямай тепті. Сені не үшін өсірдім? Осындай сөз естейін деп бақтым ба? Сыныптастарыңмен де сөйлесе алмайды екенсің. Сабағыңда, тәртібіңде нашар деп жансезімді көкала қойда етіп ұрып тастады. Анашым, кешірші, сонша не істедім мен деп жан ұшырып жылады. Ащы таяқ денесіне батқан қыз. Арада жылдар жылжып, жансезім де, артынан ерген екі сіңілісі де бой жетті. Көркем сол күйі ұл тумады. Жансезім мектеп бітірген бойда мейірім көрмеген өз үйінен безіп, алыс қалаға оқуға кетті. Мен деген оқу орны емес, елеусіз бір оқу орнына қабылданды. Үйден жырақта болған соң жатақханаға орналасты. Бірінші күннен ақ жансезімнің бала кезінен бойына сіңген тәрбиесі қылаң берді. Өзге қыздар бір төбе, өзі бір төбе болып, ашуланшақ мінезінің кесірінен құрбы табылмай қатты қиналды. Оның үстіне бөлмеде бір нәрсе шашылып жатса, жүйкесі сыр беретін. Өзге қыздардай еркін өспеген соң, бөлменің шашылып, ыдыстың жуылмай жатқаны жансезім үшін үйреншікті көрініс емес еді. Бөлмелес қыздар жансезіммен тіл табыса алмады. Әсіресе шамадан тыс тазалығы өзгелерді діңкелетіп бітті. Жансезім, сен аурусың ба? Бар да қарал. Бір жуған едінді 3 жуасың. Таңнан кешке дейін сабақ оқымай, қуықтай бөлмені күніне 1000 рет тазалап жүрейік енді онда. Әлде біз әскерде жүрміз бе деп айғайлады бір күні бөлмелес қыз шыдамай. Ұрыс киіміңді неге дұрыс бүктемейсіңнен басталған еді. Жансезім үйде темірдей қатал тәртіппен өскен соң, төсектің қисая жиналғанына дейін жүйкесіне әбден тиетін. Аналары неге үйретпеген екен деп ойлайтын. Алайда бір үйдің ерке өскен қыздары жансезімнің айтқанымен жүре қойған жоқ. Сөйтіп, жансезім басқа бөлмеге ауысты. Қосылғыштардың орнына ауысқанымен қосынды өзгермейді. Жансезім ол бөлмеде де орын таба алмады. Сөйтіп жүргенде Манатпен танысты. Манат ұзын бойлы, қапсағай денелі, сымбатты жігіт. Жансезімнің жүрегін бірден жаулады. Манат жансезімнен 8 жас үлкен еді. Үйленетін қыз іздеп жүріп қалған жігіт қызға көп өтпей ұсыныс жасады. Әкеден де, шешеден де жарытып мейірім көрмеген жансезім ойланған да жоқ. Манаттың етегінен ұстап кете барды. Жансезімнің әке-шешесі бүкіл жөн жоралғаны жасап қызын ұзатты. Манаттың да ата-анасы жалғыз ұлдарына дүркіретіп той жасады. Жансезім бақытты өмір енді басталған шығар деп ойлаған. Бастапқы 1 жыл бақытты сәттерге толы болды. Манат пен жансезім жас жұбайлардың тәтті өмірін сүре бастаған. Алайда арада бала болмады. Бұл жайт Манаттың анасы Гүлнардың сары уайымына айналды. Жатса да, тұрса да, жалғыз ұлым ұрпақсыз қалатын болды деп жан жей бастады. Арада тағы 1 жыл өтті. Жансезім бала көтере алмай, дәрігерден дәрігер қалдырмай қарала бастады. Баланың болмауы отбасы мүшелерін бір-бірінен алыстата бастады.